бойынша 2 томдық шығарған. Мына 12 томдық Алаш ордасы бойынша. Алаш қозғалысы бойынша мен бар бірінші, екінші кітаптар. Осының бәрі менің еңбектерім. Алаш мұрасы ұрпаққа аманат атты аудандық ғылыми-танымдық конференцияға жиналып отырмыз. Бұл тағылымды жиын алаш арыстарының азаттық жолындағы күресін, ұлттық мұрасын және тәуелсіздік идеясының тарихи негіздерін жас ұрпақ санасына сіңіруге бағытталған маңызды рухани алаң. Қымбатты әріптестер, конференция жұмысына тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, белгілі алаштанушы, 2-ші дәрежелі барыс орденінің иегері Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы қатысып отыр. Тарих ғылымдарының докторы, профессор, археология және антропология институтының бас ғылыми қызметкері Елеуов Мадияр Елеуұлы қатысып отыр. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас ғылыми қызметкері Тоқтабай Ахмет Уәлханұлы қатысып отыр. Техника ғылымдарының докторы, профессор Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің ғылыми қызметкері Абдалиев Дайрабай Жұмаділдаұлы қатысып отыр. Мынау осы жиынның Төлеби ауылында өткізу мен үшін өте маңызды. Өйткені осыдан 66 жыл бұрын біз осы мынау ауданның төңірегіндегі ауылдан келген балалар осы сол кезде Новотроиц селосына келіп қала өмірімен таныса бастады алғаш рет. Ол 59 жыл болған еді. Өкеқанов айтқан сөзі бар. Мемлекеттілігі жоқ халық жетім халық дейді. Жетекшіл халық. Жетім халық. Біз осы 19 ғасырда мемлекеттілігі жоқ жетім халықтар қатарында болдық. Әлем халықтар екіге бөлінеді. Мемлекеттілігі бар халықтар, мемлекеттілігі жоқ халықтарға бөлінеді. Біз Құдайға шүкір, сол мемлекеттілігі бар халықтардың қатарындамыз. Мына біздің алаш қайраткерлер біресе түгелдей репрессия құрбаны болды. Түгелдей. Өкеқанов Байтұрсын Дулатов басталған алаш қайраткерлері, мен егер 100% десем, ол артық емес, бәрі репрессия құрбаны болды. Бәрі атылды. Ал енді біз мына біздің жас ұрпақ білу керек. Олар не үшін күресті, өмірін неге арнады? Ал неге репрессияға ұшырады, репрессия құрбаны болды? Соны жас ұрпақ білу керек. Өйткені оны білмесек, мына тарих дегеннің бір ерекшелігі сонда, егер тарих білмесе, ол тарих қайталанады. Тарихта болған трагедия. Мазмұнды баяндамаңыз Әлихан Бөкейхан тұлғасының ұлт тарихындағы орнын тереңінен танысып, алаш идеясының мәңгіліктің болуын тағы мәрте дәлелдеді. Осы бір маған берілген 15-20 минуттың ішінде сіздерге қазақ хандығын құрып беріп кетемін Құдай қаласа. Мен 4-ші сыныптан, 7-ші сыныптан бастап аңыз әңгімелер жинап өстім. Менің әкем елдегі үлкен кісілердің бірі болды. Сол кісілер қайда қыдырса да менің қасымды тастамайды. Шу өңірін суландыру жүйесінің атласы үлкен еңбек. Сонымен ана Москвада Букинист магазиннен алдым. Қай жыл шыққан еді дедіңіз? 1915 жылы. Осыдан 111 жыл бұрын. Сонда Букинист магазиннен алып олды самолетке кіргізейін десем, мына кітапты дейді, бұл немене стратегиялық кітап не? Сіз дейді ана не? Олар шатастырыпты анау Алтайда Чуйский не бар ғой, тракт. Чуйский район. Соны алып бардым. Сосын мен айттым, мынау біздің Қазақстан территориясын мен картадан көрсеттім. Мынау біздің қазақтың жері.
соған апарып жатқан. Сосын олар маған анау көздері жетті. Сосын рұқсат берді. Мынау кітапты мен көргенмін. 76 жылы Васильев деген министр осы Фрунзеде онда конференция болды. Мұнай газ қай жерде шығады дейсіздер? Үлкен өзендердің сағасында, соның төменгі жағында, ойпаң жерлерде бұдан 2000 метр тереңдікте сіздердің астарыңызда алтын, қара алтын жатыр, мұнай газ жатыр. Ол әрине қаза бір деген сөз емес. Бірінші геологиялық зерттеулер жүргізу керек. Сейсмикалық сәулелер жіберіп, соны қай жерде жатқанын мұнай gibi газ. Оның кейін барып, бұрғылау жұмыстары жүргізіледі. Мен ойлаймын, осы жерде әкімшіліктерде бұл моментті пайдаланып, геологтарды шақырып, қазір тегін жасап береді. Қазағымыздың құрылып атқан жері бәрі шудан басталғаннан кейін атыдарда 4 профессор келіп доклад жасадыңыздар. Мен докладтарыңызды естідім. Немерелер бар ғой? Осы шөберем бар. Солардың бақытта дейсіз ғой? Уаз ең жақсы. жылғы 18 мамырдағы нөмірі 336 үкімі бойынша Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы Шу ауданы сіңірген еңбегі үшін белгісіне марапатталады. Аудан әкімі Бақытжан Оразовтан